Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде әдеттегідей қазақ тіл сабағы. Қазақ тіл кітаптарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз отбасылық мерекелердің тәрбиелік мәні деп аталады. Аталған тақырыпты кітаптарыңыздан тауып, бетін ашыңыздар. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау. Және тура және ауыспалы мағыналы сөздерді көп мағыналы сөздердің көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Балалар, өткен сабақты еске түсіру үшін мынадай сұраққа ауызша жауап беріңіздер. Бірінші, қазақ тілінің лексика саласы нені зерттейді? Сөз мағыналарын атаңдар. Қандай сөз мағыналары бар еді? Ол үшін өткен сабағымызды еске түсірулеріңіз қажет. Бұл сұрақтарға ауызша жауапты мұғалімге жолдаңыздар. Балалар, біз өткен сабақтарда отбасылық ғұрыптар дегеніміз не? Қандай әдет, салт, дәстүрлер бар? Олардың біздің өміріміздегі маңызы, түрлері туралы мәлімет алған болатынбыз. Ал осындай отбасылық дәстүрлерде айтылатын түрлі өлең, жырлар да бар. Сондай жырдың біріне назар салып тыңдайық. Жыр мазмұнындағы сөздерге мұқият назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма. Ассалаумағалейкум жиылған топ, бұл тойға тағдыр айдап келіп бізді. Болыпты жұрт көрмеген бір ұлы той, таң қалып қарағандай жермен көп. Біз келдік той дегенде жиылып, үстіге бар асылды киінісіп, қадамы баршаңызға құтты болсын, келіпті бақыт құсы үйіңе ұшып. Белгілі бұл қазаққа тілдің желі, той екен жұрт жиналған мерекелі. Сәрсенбі сәтті күні той жасапсыз, тойыңыз той қыласын берекелі. Байлатып құнан қойын сойдырған үй, ет тартып табақ-табақ тойдырған үй. Сәтіне сәрсенбінің той жасапсыз, тойыңыз құтты болсын, той қылған үй. Балалар, тыңдалым мәтінін тыңдап болсақ, мына тапсырмаларға назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма. Жыр қандай мерекеге арналған? Оның мәні қандай? Яғни жаңа сіздер тыңдаған тыңдалым мәтініндегі жыр қандай мерекеге арналған? Оның мәні қандай? Дәптерлеріңізге толық жазасыздар. Екінші, жырдағы негізгі ойды көрсетіп тұрған тірек сөздерді табыңыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы мәтіндегі негізгі ойды анықтайды, сұраққа жауап береді және кемінде 3 немесе 4 тірек сөзді анықтайды. Балалар, әр тапсырмаға бірінші және екінші тапсырмаға 2-2 балдан барлығы 4 бал беріледі. Бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, екінші тапсырманы орындайық. Тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді топтаңдар және өзіңіз қалаған 2 тіркеске сөйлем құраңыздар. Балалар, біз өткен сабақтарда тура және ауыспалы мағыналы сөздердің ережесін өткен болатынбыз. Тура мағыналы сөз сөздің ең бастапқы мағынасы, ал ауыспалы мағыналы сөз бұл сөз мағынасының өзге мағынада қолданылуы. Бұл туралы түсініктеріңізді қайта еске түсіру үшін өткен сабағымызды қарасаңыздар болады. Сіздерге мына тіркестер, мына сөздер берілген, я? Осы сөздерді, тура мағыналы сөздерді бір топқа, ауыспалы мағыналы сөздерді бір топқа жинақтайсыздар. Яғни бөліп жазасыздар. Және өзіңіз қалаған 2 осы сөз тіркесіне сөйлем құрайсыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы тура мағыналы сөздерді анықтайды. Екінші, ауыспалы мағыналы сөздерді анықтайды. Үшінші, тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді сөйлемде қолданады.
яғни бұл сөздер алтын жүрек, жақсы бала, терең сай, жақсы ой, терең сезім, ескі бешпент, ескі ғұрып. Мінеки осы сөздерді тура және ауыспалы мағынадағы сөздерге топтайсыздар. Ендеше балалар, сіздерге тапсырмаларды орындауға сәттілік тілеймін. Міндетті түрде болғаннан соң мұғалімге жолдаңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.